Сол жылы қыс ерте түсіп, кәріне міне келді. Қарашаның басында бұрқ-сарқ борандатса, желтоқсан тумай сараяз сақылдап тұрып алды. Теріскейден соққан үскірік ертелі кеш азынайды. Бәрінен қиыны өрістің тарылған еді. Белбуардан қар түсіп, жылқы біткен тебіндей алмай қырылатын болған соң, ел даладан ауылға айдап әкелген сауын сиыр мен ұсақ малға жинаған азын аулақ шөп қайсысына жетсін. Қаңтардың төбесі көрінбей жатып орталады. Жұрт не істерін білмей аңтарылған. Осындай қытымыр күннің бірінде атам атқа қонып, ауылдан 15 шақырымдай жердегі Оспан қойшыға кетті. Кешке келістім, қой ешкіні отарына қосып бағатын болды, деп келді. Қыстауынан ары қарайғы құба жондарды қаралмапты. Сәуірге дейін өріс тарылмайтын түрі бар. Реті келгенде жылқыны да солай қарай беттетеміз. Кешке дәм үстіне күрк-күрк жөтеліп, мазасы кетіп отырды. Мен сірә ертең жолға шыға алмаймын. Сүйек-сүйегімді кемірген бір дерт діңкемді құртып барады. Деді әкеме. Қойды Оспанға сен айдап апар. Мектепте сабағым бар ғой, жексенбіге дейін босай алмаймын, деп күмілжіді әкем. Оған дейін табаны күректей 5 күн, деп кейді атам. Ал қой ешкіні шөптен қысып едік, бірінің жүнін бір жей бастады. Орныңа мұғалімдердің бірі сабақ бере салмай ма? Деді әжем әкеме. Маңайдағы қойшыларға қой қосатын жалғыз біз бе? 9 елдің толғағы бір күнде келді дегендей. Үшеуі кеше сұранған, солардың барлық сабағы менің мойнымда. Қалай десеңде жексенбіні тосатын жағдай жоқ, деп кесіп айтты атам. Онда, деді әкем маған қарап, Оспанның қыстауы алыс емес, мынау да айдап апарады. Қаршадай баланы қақаған қыста сенделтпексің бе? Қаршадай несі? 12-ге толды. Биыл 7-ні бітіреді. Жолға ерте шықтым. Қойды ауылдан ұзай бере кезіккен шиге жарты сағаттай жайып алғаным болмаса, бөгілген жоқпын. Сынық мүйіз серке бар еді. Сол алға түсіп алып, соза тартты да отырды. Бірен-саран тоқты торым кейіндесе, үйден ере шыққан ақтөс түрегей әупілдеп қуып әкеледі. Күн түске таяу болғанда Оспанның қыстауы көрінді. Бірнеше ит жарыса үрді. Сол қол жақтан салт аттылы шауып шықты. Таяу келгенде таныдым. Оспанның биыл әскерден келген ортаншы ұлы Қадыр екен. Ассалаумағалайкум деп салам бердім. Жаныма келіп атының басын тартқанда уағалайкум ассалам деді ол. Бұл кім десем, Зейнолла мұғалімнің баласы екенсің ғой. Әкең аман ба? Аман. Аман болса, сені неге қыс ішінде қой соңына салып қоя берген? Мектепте сабағы бар, қолы тимейді. Солай де. Өзіңіз қой жая шығып бедіңіз, отар көрінбейді ғой. Жоқ, бірер күн болды, ауылды ұялы қасқыр торылдап жүр. Соның ізін кесіп көрейін дегем. Осы келе жатқанда ана Айдақарлы жақта арылтып келемін. Даланың аң-құсын қырып бітіп, ауылға ауыздылайын дегеніме, қыс мынау, күнде боран, күнде аяз. Аң атаулы бетпақтан алыс шуға ауғанға ұқсайды. Содан кейін ауылды жағаламағанда қайтеді. Өздері көзге түспеді ме, көрінуші ме еді, жырынды пәл емес пе? Мойнындағы мылтығын түзеп, едәуір жердегі Айдақарлыға, одан қарлы жазыққа қарады. Бұлар бір сойқан жасамай тоқтамайды, деді. Қойлауыл ерте тұрады ғой, құзғын сәріде шай ішілді. Мен киініп сыртқа шыққанша Қадыр атымды ерттеп қойыпты. Қаншоғың бар, деді қолымдағы қосауыз мылтыққа қарап. Бір патронтаж толық, дедім. Дұрыс, деді. Кешегі жолыңа түс те желдіртіп отыр. Ай далада түлкі қоян кезгізе қуамын деп босқа әуреленбе. Жазықтың қары қалың, атың оппаға түсіп кесе малтығып шыға алмайды. Әкеңе сәлем айтты, деді осы кезде үйден шыққан Оспан қойшы. Сау болыңыздар, деп атқа қондым. Шайдан соң бір тостаған еріген
Ezген құрт ішіп едім, соның қызуы ма, таңғы суық сезіле қоймады. Ал айнала саршұнақ аяздан шаңғытып тұр. Түнімен шөпте тұрған торбесті қамшы салдырмай жортып келеді. Осы арадан Атасу өзеніне 3-4 шақырым қалғанша құмдақ жон, ат тізесі бататын қар жоқ. Қайда қарасаңда қан сөлсіз бозарған бір әлем. Сұсты суық, оң қапталда дөңкиген айдақарлы қытымыр қыста бұрынғысынан да ызбарлана түскен. Ұшқан қос жүгірген аң көрінбейді. Мына безбүйрек дүниеден безіп кеткендей. Қадырдың ауылды ұялы қасқыр торылдап жүр деген сөзі ойыма оралды. Секемденіп алдартымды күдікті шолып шықтым. Айдалада үйір-үйір қараған тобылғыдан басқа көз түрінер белгі жоқ. Жаһанда жалғыз қалғандай құлаздым. Біздің ауылда не көп қасқыр жайлы әңгіме көп. Үрейіңді ұшыратын оқыс оқиғаларда болған. Соның бәрі айдалада жамырап қоя берді. Алдыңғы жылы ауылға аудан орталығынан Тайжан деген милиция келеді. Үлкендердің айтуынша соны отан соғысынан бері ұстатпай келе жатқан Дауылбай қашқын қыста Айшырақтағы елді сағалап жүр деп естіпті. Содан бір жеті жүрді. Мектепке жұртты жинап, шындарыңды айтыңдар, келгені рас па, қайда кетті, деп зіркілдеді. Одан жеке-жеке шақырды. Маңайдағы қыстақтарға барды. Күн шықса, парат жеккен қашау шанасын қоңыраулатып шауып бара жатады. Кеш түссе шауып келе жатады. Япырай, дейтін атам, соңынан қарап тұрып. Баяғы шашал десе бас алған жалаңтөс белсенділерден аумасайшы. Осындай алақ ұйындатып жүріп келген жағына кетті-ау. Оны сонда қысқы ұзақ жолда қандай қатер күтіп тұрғанын кім білсін. Арада 10 шақты күн өткенде ауданға барып қайтқан кәдірсіз зап берме жаның түршігетін соқ хабар алып келді. Айшырақтан 30 шақырым жердегі Манақа өзенінің Ақтау дуанына қарайғы мүйсін қыстап отырған Ысқақ қойшы таңертең көмекші шопанмен бірге қойды өргізуге шыққанда қораның жанынан парат жеккен шананы көреді. Түнделетіп суыт жүрген бұл кім болды деп ойлайды. Ау, кімсің? Дейді дауыстап. Жауап болмайды. Абайлап таяса, о тауба, қос аттың сауырын қан жапқан, түнімен шапқан ба, ақ көбіктеніп қалш-қалш етеді. Шананың ішінде екі қасқыр жатыр. Бірінің үстіне бірін айқастырып тастай салған. Бүктетіліп қалған түлкішікті көтергенде астынан бұлғар сөмке мен тапанша шығады. Содан не керек Ысқақ қойға көмекшісін жіберіп, өзі шананың ізіне түседі. Қыстаудан ұзап шыққанда қардың үстіне әлдене қараяды. Мылтығын оңтайлап жеткенде кеуде жағы бар, бөксе жағы жоқ. Қасқыр мен жұлым-жұлымы шыққан шолақ тонды адамның шашылған сүйегін көреді. Үрейі ұшып қыстауға қарай тұра шабады. Кәдірсіз осылай іркілгенде жұрт жағасын ұстады. Тайжанды қасқыр жеп кеткен бе? Не болыпты? Айтсаңшы, деп шулады. Шамасы құла түзде кетіп бара жатқан атжанаға қасқыр шапқан, деді кәдірсіз. Жеткен бетіне аттың сауырына ауыз салған 2-3-ін Тайжан атып түсіреді. Қалғандары мылтықтың күрсілінен бытырай қашқанда, өлген бөрілерді алып кетпек болып кері қайтады. Шанаға 2-ін салып үшіншісін әкелуге кеткенде, қасқырлар қайтадан тап беріп, қос атты шауып ала жөнелген. Айдалада қарусыз қалған байқұсты қорқаулар тірідей талады-ау, деп шошынды дәрігер Беделхан. Жемтікке айланған ұяласында қоса жеген ғой, деді Әбдікәрім мұғалім. Құлағыма шыбын жаны шырқыраған Тайжанның жан ұшырған даусы келді. Тұла бойым түршікті. Күн арқан бойы көтерілсе де, саршұнақ аяздың беті қайтпаған. Айнала әлі шаңғытып тұр. Бар маңай тоңазда жүдеп көңілді құлаздады. Төңірегіндегі көп таудың еңсесін басып, төбесінен қараған саңғыру биігі ғана қақарлы қысқа қасарсы зорайып, шырқау шыңына бұлт қондырмай асқақтайды. Одан бергі жалпақ жазық ту биігінің жаясындай төңкеріліп жатыр. Оң қапталда төңкейген егістау жақтан беймәлім сарын көтерілді. Бірнеше қорқа қосыла ұлығандай
Жазғанның жазымы көп, мойныма асынған мылтығымды қолыма алып оқтадым. Атасу өзенінің Талды арнасына әлі 5-6 шақырым жер бар. Соған жетсем, ауыл аржағында тиіп тұр. Жолды өндіріп алайын деп торбесіні сар желіске салдым. Әлден соң ат құлағын қайшылап, нәредік осқырынып жүрісінен жаңыла берді. Аз сескеніп айнала жортып жүрген Ақтөс авалап ала сүрді. Әлгі беймәнім сарын көтерілген жақтан не көрінгенін білмеймін. Айбат жегі ұмтылып барды да шабаланып кері қайтты. Біресе атының алдына, біресе артына шығып, арс-арс етті. О, тауба, оң қапталдан 2 қасқыр көрінді. Екеуі де арлан болар. Ірі, көлденеңдеп барып тоқтады. Қадыр айтқан ұялы қасқырдың маған кезіккені ме деп ойладым. Онда қалғандары қайда? Олар алыста емес екен. Әлгі екеуге алдымен 3, одан кейін 4 келіп қосылды. Ұзын саның 9 болды ғой дедім. Неге айтқанымды білмеймін. Қорықпағаным да белгісіз. Тұла бойым суынып, көп қорқаудың алдындағы таншадай көкжалға жасқана қарадым. Күдікті ой азынап қоя берді. Өзенге аман жетсем сау қалғаным. Ал 9 қасқыр жүгін жазбай тап берсе құрығаным. Мұнысы несі екен? Қар жамылған тастақ жон дірілдейтіндей. Жоқ, тор бесті қара терге малшынып, қалш-қалш етеді. Бір сәт бүгілей беріп шауып ала жөнелді. Сол-ақ екен ұялы қасқыр шашырай жайылып соңыма түсіп берді. 9 емес 90 қасқыр құйыла қаптағандай төз дағысы қашқанды өшіге өршелене қуат деуші еді. Жүрегім аузыма тығылды. Көп қорқаудың алдында аңыстаған қос арланға қарата дүркін оқ аттым. Торбесті мылтықтың күрсілінен үрікті ме, әлде сүрініп кетті ме, бұлт етіп жүрісінен жаңылды. Бұған не болды десем, Ақтөс бауырына кіріп алған. Аяғына оралып қаңсылайды. Екпіндеп таяқ қалған қасқырларға үст-үстіне оқ жаудырдым. 9 қорқау қайта топтанып қапталдаса, ерді енді жай ермей 2 аралықты еппен қысқартып келеді. Лап қоятын ұрымтал сәтті аңдып келе жатыр. Ішім алай-дүлей неше түрлі сұмырай ой суман қағады. Қалың қасқыр оқ атқаныма қарамай тарпа басталса не істеймін? Жанталасып 3-4-еуін сұлаттармын. Тас талқанымды шығаруға қалған 5-еуі де жетіп жатыр. Алдымен атымды жарып тастайды, дедім өзіме өзім сөйлесіп. Содан кейін мені жәркемдейді. Одан Ақтөстің жанын жаһаннамға жібереді. Есіме Тайжан түсті. Ол не ойлады екен? Үрейі ұшып шапқан аттың соңынан ессіз жүгіре берген болар. Ал Ақтөс торбестінің астынан шығатын емес. Маған сен пәле болмасаң не қылсын, дедім еңкейе бере қамшымен тартып жіберіп. Қаңқ етіп аттың алқымына тығылды. Мына жүріспен Атасудың талдарнасына түске таман жетсемде жақсы. Оған дейін оғым бітсейші. Патронтажды сыртынан сипап қапталдасқан қасқырларға қарадым. Екара қысқара түскендей, қос арлан анадайдан айбат жегіп табан астындағы қарды апай-топай бұратты. Сескеніп қайта аттым. Соған ерегескенде әлгі 2 көкжал жандарына таяған ұяластарын арс-арс талады. Талды арнамен жақындаған сайын ар қарай қысама жеткізбей діңкелетті. Атты желдіртіп отырғанда ендігі ілігетін едім. Сені неге ерттім деп айғайладым Ақтөске. Торбесінің бауырына еңкейе беріп едім, бұлт етіп арғы жағына шықты. Маған одан қапталдағы қасқырларға жүні жығыла қарап, үрейлі қыңсылады. Зып етіп қайтадан аттың астына тығылды. Ал 9 қорқаудың жартысы енді сөгіле бөлініп, ту сыртымды орап алыпты. Сол қол жағыма қарай жортып барады. Жырындып пәлелер енді осылай 2 бүйірімнен қусырайын деген ғой.
Аңтарылып Атасудың талдарнасына қарадым. Ары кетсе 3 шақырым жер. Соған не тез лігем, не мына 9 жыртқыш қос қапталдан қуырып түбіме жетеді. Торбесті ұшқыр еді. Құйғыта жөнелсе, көп бөрі құйрық тістескенше өзінен ағып өте шығар еді. Мылтықты қос қапталдан құрсаулаған қасқырларға қарата бірнеше рет атып түстім. Қос ауызды оқтап, шүріппесін қайырғанда Ақтөс аяғымның астына қыңсылап жата қалды. Сені атып тастамақ болғанымды қалай білдің, дедім. Менде басқа лаж жоқ қой, аттың аяғына оралға бола берсең, бәріміз де ана 9 қорқаудың жемтігіне айналамыз. Күшік күнінен асыраған оған қабырғам қайыса қарадым. О жасаған мынадайда бейгүнә мүсәпір жанар болады екен ғой. Жатар күннің соңғы жанындай сөніп бара жатқан қарашығына тілсіз мақұлық атаулының барлығы қайғы мұңы ұялап, азынап қоя бергендей. Жүрегім аузыма тығылды. Тұр деп айғай салдым. Тұр, құрт көзіңді мына жерден. Ақтөс төс табандап жылжып аяғыма басын қойды. Кет, дедім тағы да, жоғал. Ит күйзелі қорқырағандай, бәлкім жан тәпсілімде күңірене ұлығаны ма, төбе құйқамды шымырлата азынады. Кет, дедім, өзім де аңырап. Ол ыңырана жиырылды да, арс етіп атып тұрды. Жоғал, дедім ақырып. Ит маған одан қос қапталдағы қасқырларға алма кезек қарап, өзімге қарай қоста ұшты. Торбестіге қарғып мініп мен де ұштым. Қасқырларда лап қойды. Мылтықты үсті-үстіне атып келемін. Атқан сайын атой саламын. Қиқу шықса, торбесті шабысын үдете түседі. Бастапқыда бүгілі жүйткіп еді, қыза келе бауыры жазылып желді есті. Ақтөс көзіме шалынған жоқ. Ендігі өзіннен өте шыққан шығар. Талдарына кесе гүлдінің гүлбіңдейді. Қырсыға тартылған қыл көпір дерсің. Бер жағы тозақ, ар жағы ұжыма. Оң қол жақтан әлдене қылаңдады. Азуы ақсиған арлан мылтықты оқтап көргенше күркіреп атылды. Торбесті осқырына жалтарып сытылып кетті. Ерден ауып барып түзелдім. Әлде әлгі қорқау, әлде басқасы танчадай арлан енді сол жағынан көрінді. Мұқтарлап басып қалдым. Қарғып барып шөкесіне түсті. Сол сәт талды арнаға іліктім. Қолтығы сөгіліп, құйындай құлдыраған торы бұта шілікті күрт-күрт жапырып, арғы бетке өте шықты. Көп бөрі де сатыр-сұтыр шыға келді. Тамағымды жырта атойладым. Ауылдың қарасын таныған жануар кісінеп қоя берді. Қарсы бетте әлдене қараңдайды. 9 қорқау алдымды ұра бүлгіргені ме? Жоқ, мынау Ақтөс қой. Тосып алып қатарласа жосылды. Тастап кетпегені ме? Көкірегім көріктей қызды. Айғайлап келемін бе, аңырап келемін бе, білмеймін. Ауылдан шауып шыққан салт атты жанымнан қис өте беріп, тізгіні қолымнан түсіп кеткен торының шылбырын ұстай алғанда, аттың жанын құшақтай құладым. Әкем бесін ауа мен атып түсірген қорқауды шанаға салып алып келді. Көрген ел, астапыралла, мынау қасқыр емес қабылан ғой, деп жағасын ұстады. Ал Ақтөс содан бері менен екі елі қалмайтын болды.